Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жеген кезде өте нәзік, жұмсақ болып шығатын дәмді, оңай салаттың рецептісін ұсынамын. Ең алдымен бізге осындай бір дана қызанақ қажет. Қызанағымызды видеода көрсетілгендей етіп кесіп турап аламыз. Яғни ұзынша жіңішке бөліктерге кесеміз. Одан кейін 2 дана қиярымызды аламыз. Менің қиярларымның көлемі кішкентай, сол себепті мен 2 қиярды пайдаландым. Егер сіздердің қиярларыңыз үлкен болса, 1 штук пайдалансаңыздар болады. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп, жіңішке ұзынша бөліктермен кесіп шығамыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Қазақша каналдың дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып кетіңіздер. Одан кейін 100 грамм шұжығымызды алып, оны да осындай ұзынша жіңішке бөліктерге кесеміз. Кез келген шұжықтың түрін пайдалансаңыздар болады. Шұжықтың орнына ет қоссаңыздар да болады. Одан кейін 2 дана жұмыртқамызды жіңішке бөліктермен кесіп шығамыз. Сары уызын алып тастаудың қажеті жоқ. Барлығын бірге турап кессеңіздер болады. Бұл салат бір жегеннен дастарханыңыздан қалмайды. Одан кейін оның үстіне консервідегі горохты қостым. Кішкене ғана бұрыш салдым, қара бұрыш, және шым-шым тұз қосамыз. Үстіне қажетті мөлшерде майонезді себеміз. Барлығын жақсылап араластырып, тәрелкемізге салатын боламыз. Менде үлкен тәрелке, сондықтан менде 1 тәрелке шықты. Өзіңіздің қажетті мөлшеріңізге қарай көп жасасаңыздар болады. Оның үстіне теркадан сырымызды өткіземіз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Өте нәзік, жұмсақ. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздің көңіліңізден шығады деген ойдамын. Ас болсын.